өз бақыты үшін күресуге күш таппаса да, перзентінің бақытты болуы үшін түрлі қадамға баратын аналар бар. Соның бірі Түркістан облысында тұратын Гүлажар есімді әйел. Ол 48 жасында қызы мен күйеу баласына бала туып берген. Гүлажар көп балалы отбасында өскен. Әке-шешесінің әр күні бала шағасының ас ауқатын тауып берумен ғана өткенін көріп бойжеткен, жоғары білім алсам деген арманын айта алмапты. Қалада оқу үшін жүріп тұруға, киімге, оқу құралдарына, бәріне ақша керек. Онсыз да әрең күн көріп жүрген ата-анасын қинағысы келмеген бойжеткен, жеңгелері көрсеткен жігітке сезімсіз, есепсіз тұрмысқа шығып кете барыпты. Оның ажырасқан еркек екеніне де қарамадым. Жұрт сияқты махаббатты да сезінбеппін. Шынымды айтсам, 8 бала тусам да, күйеуімнің құшағында бақыттан басым айналып, сезімге мас болып көрмеппін. Дегенмен, әйел бақытын сезіне алмасам да, ана ретінде бақыттымын деп айта аламын. Әр бала өз несібесімен туылады дегені рас екен. 8 баламның ешқайсысы аш қалған жоқ, жалаңаш болмады. Біреуінен кейін біреуі қатарларынан қалмай есейді. Бүгінде оның ұл қыздарының бәрі үйлі жайлы. Гүлажар өзі мектепте үздік бола алмаған соң, балаларын жұрттан озбадым деп өзгемен салыстыра алмайтынын айтады. Мен қарапайым тіршілікті жан тыныштығына қанағат тұтып өмір сүрдім. Тіпті Құдайдан одан көп нәрсені сұрамаппын да, мүмкін Алла да сұрамағанға бермейтін шығар. Әйтсе де, өміріме өкінішім жоқ. Тек ең кішкентай қызымның тағдырына әлі көп алаңдаймын. Тұрмысы нашар болса да, Гүлажар балаларын ауыртпай, аман-есен өсіргеніне қуанады. Тек кенже қызы кішкентай кезінде көп ауырыпты. 7 айлығында жарық өмірдің есігін асығып ашқан кенжетайы кеш жетіліпті. 4 жасқа дейін жүре алмапты. Тілі 5 жасында шығыпты. Өзінен жасы кішілермен мектепке барған. Бірақ ұл қыздарының ішінде сол кенжетайы білімге құмар, озат болыпты. Мектепте жақсы оқып, өз білімінің күшімен жоғары оқуға түскен. Қызы универді үздік бітіріп, қазір сол өзі оқыған білім ордасында жұмыс істейді екен. Өзі секілді оқытушыға тұрмысқа шықты. Жігіт білім қуып, магистратура, аспирантура оқып жүріп, отбасы құруды ойламаған. Менің қызым да білімге көп уақыт арнады ма екен, жігітпен танысу, қыдыру дегенді ұната бермеуші еді. Екі бойдақ өмірлік жарды алыстан іздемеген. Әріптестері екеуін үйлене салыңдар, әдемі жұп боласыңдар деп әзілдеп айта берген соң, шынында екеуінің сезімі оянды ма, бас қосты. Бірақ араларында бала болмады. Қызы мен күйеу баласы ұзақ уақыт емделген. Емнен нәтиже болмаған соң 3 рет экоға жүгініп көріпті. Бірақ қызы 2 айдан кейін түсіп тастап қоя берген. Дәрігерлердің айтуынша, қызының жатыры өте әлсіз. Гүлажар кінәрат қызында екенін біліп, оның тағдырына алаңдайды. Ажырасқанын қаламайды. Өйткені күйеу баласы жақсы жігіт. Алкоголь, темекіден аулақ, жұмысына тіке барып, тура қайтады. Қызы да сондай, құрбылармен қыдырып, сән қуу дегенге жаны қас. Өте қарапайым. Ажырасып кеткен күнде 2 рет тұрмыс құруға талпынбайтынын анасы біледі. Қызының ертеңін ойлаумен талай түнді ұйқысыз өткізген ана бір күні бала асырап алу жөнінде әңгіме қозғайды. Бірақ күйеу баласы ол жерде тек нашақор, ауру адамдардан туған балалар. Олар бәрібір ертең қанына тартпай қоймайды. Бұл ғылымда дәлелденген деп қарсы болады. Егер өзімнің, бауырларымның немесе әйелімнің туыстарының бірі баласын беріп жатса, қарсы емеспін дейді күйеу баласы. Қайдағы, ондай адам табыла ма? Бауырына ақшаның өзін тек қарызға ғана бере алады. Ал баланы беру оңай емес. Гүлжар осы тақырыпты ұл қыздарының ортасына тастап көреді. Нәтиже жоқ. Балам көп болса да, мен де бере алмас едім деп ойландым. Сол-ақ екен, өзім туып берсем қалай болар екен деген ой сап ете қалды. Менде ол кезде әлі климакс басталмаған еді. Сондай-ақ
Туғыш әйелдердің бірімін. Мен 8 баладан кейін 3 рет жүкті болғанмын. Бірақ күйеуім асырай алмаймыз деп жасанды түсік жасатқан. Таныс дәрігерім жүктіліктен қорғайтын спираль салып бермегенде, одан сонда бірнеше рет жүкті бола алатын едім. Гүлажар дәрігерге барып спиральді алдырды, жүкті болды. 9-шы айға дейін айналасындағы адамдар оның 2 қабат екенін сезбейді. Күйеуі де аңғармай қалды. Өйткені Гүлажар денелі, ірі әйел. Бірақ босанғаннан кейін ағайын туыс, көрші қолан бәрі хабардар болды. Осы кезде ешкім оның 9-шы баланы туғанын құптамады. Жағдайы жетісіп тұрса мейлі екен. Бұл баланы қалай асырамақшы? Тағы бір баланы жоқшылықпен қинап не керегі бар? Одан да денсаулығына көңіл бөлсе қайтеді деп ұрсып сөккендер көп болды. Олар менің бұл баланы өзім үшін емес, перзентімнің отбасын сақтап қалу үшін туғанымды қайдан білсін деген Гүлажар үнсіз қалды. Жасы 50-ге жақындағанда туған баласын бауырына алған сәт есіне түсті ме, бір нүктеге қадалып отырған оның мұңлы көздері күлімсіреп езу тартты. Гүлажар дені сау, шекесі торсықтай ұл баланы қызына берерде қимастық бір сезімнің болғанын да жасырмады. Қызылшақа нәрестені қызы бауырына басып, күйеу баласы өз атына жаздырып алыпты. Қазір сол сәби 12 жаста екен. Қызының отбасын бұзылудан осылай сақтап қалған ана туу кезінде қатты қиналғанын, қан қысымы көтеріліп, дәрігерлерді біраз әбігерге салғанын да айтты. Күйеуі мен басқа ұл қыздары туу үстінде өліп кеткенінде не болар еді деп ұрсыпты. Өлсем, өкінбес едім дейді батыр ана. Баласының бақыты үшін өлімнен де қорықпайтын осындай аналар бар. Ал сіз осындай қадамға бара алар ма едіңіз?